بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Ee, Arap dilini başlangıç inşallah. Nizamski kurs دروس العربية والنهاية فيها. Bu bu kitap öte tanımал kitap. Bu kitaptың ерекшеліктері біріншіден бұл кітап жеңіл, иә. Түнде жаңағы қағидалар қиын болып жатқан болса, ажрумия немесе мутамима немесе басқа да қағида кітаптар қиын болып жатқан болса, бұл кітап өте жеңіл кітап. Екіншіден, бұл Джамия университетінің программасы бойынша өтіледі, иә, солардың тәсілі бойынша өтіледі. Үшіншіден, бұл жерде жаңағы толикқа, студентке, білім ізденушіге өз бетімен орындауға үй жұмысы тапсырма беріледі. Төртіншіден, бұл жерде жаңағы шахид дәлел қылып келтірген құран аяттар, хадистерді мағыналарын шығарып, мағынасын айтып, сабақпен ұштастыруға тырысамыз. Ұмытпауымыз керек, білім Аллах үшін алынады. Амалдар ниетке байланысты. Пайғамбар саллаллаху Abu Hureyre'den hadisinde sahih Müslim'de وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Kim білім талап қылуға жолға шықса, Аллах Тағала оның яғни оған ол арқылы жәннатқа барар жол жеңілдетеді дейді. Тағы біліп қоюымыз керек, осы араб тілін үйренуге себепші болатын немесе осы араб тілін үйренудегі жақсы жалпы негізі мақсат не Құран және сүннетті дұрыс түсініп, ғалымдарды дұрыс түсініп. Сол себепті бірінші себептердің бірі араб тілін меңгеруге бұл Құранды жаттау, Құранды оқу, Құранды түсіну. Екіншіден, сабырдың, одан кейін махаббаттың болуы сынды. Араб тіліне қызығушылық, махаббат болу. Үшіншіден, серіктің болуы, жанында жұбайы болуы мүмкін, немесе досы, немесе інісі, серіктің болуы, жақсы бірге қайталасатын. Одан кейін мына Аллах Тағала берген төртінші, одан кейін төртінші есту, оқу, есту, көру, жазу, қайталау сияқты қабілеттерді пайдалану. Адам араб тілін жақсы меңгеру үшін және орында озат болып өзіне керекті дұрыс нәрсені алу үшін. Сонымен бастаймыз. Сабаққа шоу жасайтын болсақ, бүгін біздің өтетін сабақта біз исми ишара өтеміз. Исми ишараны жалпы бөлген кезде исми ишаратын екіге бөліміз, қысқаша бөлу. Қари,
лилбаид деп. Мына жерге мысалға исми ишара дегеніміз сілтеу есімдігі, иә. Сілтеу есімдігі, сілтеу есімдігі, лил қариб дегеніміз жақынға, лил баид дегеніміз алысқа. Мысалға лил қарибқа хазаны алайық, иә. Бұл жаңағы ертегі, мына лил баидқа заликаны алайық. Сол сияқты мына жерде женский родқа хазихи, тилька. Тилька, иә. Айтамыз, мына хаза деген бұл жаңағы исми ишара, сілтеу есімдігі біздегі бұл немесе мынау деген мағынаны береді. Мағынаны береді. Хазихи женский родқа, әйел тегіне. Араб тілінде әйел тегі және ер тегі болып бөлінеді. Сол сияқты залика, анау ар жақта деген мағына береді. Тилька деген, мынау залика ертегіне, тилька деген әйел тегіне. Ары қарай мына жерде келеді, иншалла, бәрі қысқаша шолу жалпы. الدرس الأول برنس سبق. هذا اسم إشارة للمفرد المذكر القريب القريب عاقل وغير عاقل. أيضا اسم إشارة، هذا دين اسم إشارة، هذا اسم إشارة، اسم إشارة للمفرد جيكي شيء أرنوغان اسم إشارة жеке кешеге арналған исми ишара лил муфрат, ол неге жаңағы жекешеге музаккар ертегіне және қариб жақынға арналған ал ақил ақылға және ғойру ақил. Мына жерде мысалдарға келеді. Мысалға хаза байтун, бұл үй деп жатыр, немесе мынау үй, хаза масжидун. Қараңыз, хаза масжидун, хаза масжидун. Хаза бабу, мынау не, мынау үй деп жатыр. Мынау есік деп жатыр. Мынау хаза масжидун, бұл мешіт, хаза бабун, бұл есік. Ары қарай хаза китабун, хаза китабун, бұл кітап. Хаза қаламун, мынау қалам. Хаза мифтахун, бұл не, бұл кілт. Немесе мынау кілт деп. Дәптер мен ручка алып жазып қатысып отырамыз бірге. Сонда сабақ дұрыс қорытылады, дұрыс түсініледі, дұрыс жатталады. Келесі мәхәза. Мәхәза деген анықтама береміз. Мәға анықтама береміз. Мә исму истифхамин, мә исму истифхамин, исму истифхамин лиғойри ақил. Мә деген сұрау есімдігі, ол ақылсызға қолданылады. Мысалға, мә хәза, бұл не? Хәза бәйтун, бұл үй. Хәза бәйтун, наам, хәза бәйтун. Енді хамзатул истифхам. Хамзатул истифхам харфун жауабуху наам ау ла. Оның жауабы я немесе жоқ деген. Оның жауабы я немесе жоқ. Айтып жатыр, ол сұрау харфы дейді. Ол сұрау харфы, оның жауабы я немесе жоқ деген. Мысалға,
мына жерде айттық қой هذا بيت мына үйді сұрап жатыр. Бұл үй ме деп сұрап жатыр. Иә? نعم оның жауабы иә هذا بيت نعم هذا بيت иә ол үй деп жатыр немесе бұл үй деп жатыр. ما هذا هذا قميص ары қарай мынау не деп сұрап жатыр. Бұл не? Бұл көйлек. هذا سرير бұл бұл кереует пе? لا هذا كرسي жоқ бұл не? Стулья адам отыратын орындық. هذا مفتاح бұл не дейді? Бұл кілт пе деп сұрап жатыр. لا هذا قلم жоқ бұл не? Қалам. Ары қарай هذا ما هذا هذا نجم бұл не деп сұрап жатыр. Бұл не деп сұрап жатыр. Ya, هذا هذا نجم bu bu ne? Bu yıldız. Temrin temrin yani жаттығу ya. Temrinun avval birinchi жаттығу. Енді жаттығуларды не үйде орындаймыз. Үйде орындап келесі сабақта осы жаттығудан бастайтын боламыз. Бірінші жаттығуда айтады ма хаза бұл не деп сұрап жатыр. Жауап береміз. Хаза мифтахун. Хаза мифтахун. Бұл не? Бұл бұл ключ. Осыған ұқсатып, осыған не? Дәл осыған ұқсатып басқаларына да жауап береміз. Үйде жауап береміз. Мысалға сұрап жатыр. Ма хаза бұл не деп сұрап жатыр. Жауап береміз. Ма хаза бұл не деп сұрап жатыр. Жауап береміз. Ары қарай. Тәмринун сәни. Екінші не жаттығу. Сұрап жатыр. Хаза байтун. Жауап береміз. Ла хаза масджиду. Жоқ, бұл не? Бұл мешіт. Тәмринун сәлис. Үшінші жаттығу. Иқра уактуб. Мынаны оқып жазамыз. Оқимыз және жазамыз. Тапсырма. Хаза мактаб. Хаза мактабун, хаза масджидун. Оқып жазамыз. Келесі келесі бізде мән хаза. Бұл кім деп сұрап жатыр. Мән дегеніміз мән исму истифхамин. Мән исму истифхамин. Исму истифхамин дил ақил. Ақылдыға арналған сұрау есімдігі. Және тағы бір айта кететін мән, мә, хамзатул истифхам.
сұрау есімдіктері немесе сұрау харфтері үнемі жүмләнің басында келеді, яғни сөйлемнің басында келеді. Бұл араб тілінің қағидасы. Олар үнемі алдыда жүреді. Мына жерде айтады, мән хәза, мысалдарда, хәза табибу. Бұл кім деп сұрап жатыр? Бұл врач. Мән хәза, бұл кім деп сұрап жатыр? Хәза валаду. Бұл бала. Егер бұлай айтсақ дұрыс болмайды. Мән хәза толибу. Өйткені мәні не қыламыз? Мәні ақылсызға қолданыламыз. Ал толиб дегеніміз бізде ақылда. Немесе керісінше. Мән хәза бәйт десек, бұл да дұрыс болмайды. Дұрыс болмайды. Себебі бәйт ол ақылсыз, мән деген ол ақылға қолданылатын сұрау есімдігі. Ары қарай. Мән хәза, бұл кім? Хәза толибу. Бұл толиб. Әхәза валадун? Лә хәза ражулун. Жоқ, бұл ер кісі. Мынау балама деп сұрап жатыр, немесе бұл балама деп сұрап жатыр. Айтамыз, жоқ, бұл ер кісі. Ары қарай. Мә хәза мәсжидун. Бұл не деп сұрап жатыр? Не деп сұрап жатыр? Жауап беріп жатыр. Хәза мәсжидун. Бұл мешіт. Мән хәза? Хәза тәжирун. Өздерін мына жерде ақылсызға мәні қолданды, ақылдыға мәнді қолданды. Мән хәза, бұл кім деп сұрап жатыр? Хәза тәжирун. Бұл коммерсант. Хәза кәлбун. Бұл ит. Хәза кәлбун? Лә хәза қиттун. Ит па деп сұрап жатыр. Астында жауап беріп жатыр. Жоқ, бұл не? Бұл мысық. Жоқ, бұл мысық. Хәза химарун. Бұл есек. Әхәза химарун. Лә хәза хисанун. Жоқ, бұл не? Бұл ат. Бұл есек пе деп сұрап жатыр. Жауап береді. Лә хәза хисанун. Жауап беріп жатыр. Жоқ, бұл не? Ат немесе жаңағы жылқы. Ва мә хәза. Бұл не? Хәза джамалун. Бұл түйе. Ары қарай. Мә хәза. Бұл не? Мә хәза. Бұл не? Хәза дикун. Бұл қораз. Мән хәза. Бұл кім? Хәза мударрисун. Бұл оқытушы. Әхәза қамисун. Бұл көйлек пе деп сұрап жатыр. Лә хәза миндилун. Жоқ, бұл орамал. Бет сүртетін орамал. Енді ары қарай тәмрин, жаттығу дейді. Иқра уәктуб. Мынаны оқып жаз деп жатыр. Оқып үйде жазамыз. Мә хәза. Хәза қаламун. Хәза кәлбун. Үшіншісі. Мән хәза. Хәза табибун. Бұл не? Врач деп жатыр. Врач деп жатыр. Хәза джамалун. Бұл түйе. Хәза кәлбун. Бұл ит па деп сұрап жатыр. Лә хәза қиттун. Бұл не? Мысық. Хәза дикун. Бұл қораз ба? Наам. Мына жерде наам деп қысқаша жауап беруге болады. Жаңағы мубтада мен хабарды түсіріп тастап, қысқаша наам деп айтуға болады. Хәза хисанун. Бұл ат па, жылқы ма? Лә хәза химарун. Жоқ, бұл есек. Хәза миндилун. Бұл орамал. Хәза валадун. Наам. Бұл балама деп сұрап жатыр. Я деп жауап беріп жатыр. Мына жерде мубтада мен хабарды екеуін де түсіріп тастады. Мән хәза. Бұл кім? Хәза ражулун. Бұл
еркісі. мына өтілген сабақты 15-20 рет оқимыз, иә, 20 рет оқып, 3 рет жазамыз, дәптер арнаймыз, одан кейін сөздіктер жазамыз. Келесі сабақта неден бастаймыз? Иншалла, жаттығулардан бастаймыз. Жаттығуларға жауап беруден кейін сабаққа көшеміз. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.